Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз асқабақ қосылған бауырсақ жасаймыз. Ол үшін ең алдымен бір стақан сүтке, жылы сүтке 2 ас қасық дрожь салып қойып қоямыз. Потом асқабақтың сыртын ашып, манты пісіретін манты товаркаге салып піскен асқабағымызды манты пісіргендей етіп пісіріп буға пісіріп аламыз. Асқабақ піскен соң шығарып қоямыз. Потом басқа бір табаққа өзінің қалауымызша ұн саламыз, тұз саламыз, қалауымызша бір жұмыртқаны жарып саламыз. Сосын үстіне тағы ана қойып қойған дрожжымызды саламыз. Одан кейін үстіне бір кішкене сары май болса, сары май саламыз. Или сұйық сары май болмаса, сұйық май қосуға да болады. Потом біздің жаңа пісіріп алған асқабағымызды үстіне салып, кәдімгідей қамыр илейміз. Жұмсақ болу керек қамыр. Потом кішкене 30-40 минутқа қойып қоямыз жылы жерге. Көтерілген соң бөліктерге бөліп алып, как обычно нан сияқты жартысын нан істеуге де болады. Мен нан істеп алдым, бір бөлігін, қалған бөліктерін бауырсақ пісірдім. Өте күшті дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан күшті шығады дәмі.